мектепте окуушу болгон. Карашы, өзүнүн жүзүнө от чаңытып. Сулуу кыз экен. Эркекке сулуулуктун кажети жок. Акыл керек. Ал сен барып турган акмактын өзүсүң. Кожа караш, Жантас кандай тамаша китап әкелди. Космос кораблинин краны. Жантас, 1 минутка чыга турчу. Чыгатын шаруам жок. Айтатын шаруам бар мейди? Шаруам бар. Купуя болса мен чыга турайын. Эч кандай да шаруасы жок. Одан да мынаны көрөйүк. Міне, ракета кабинасына отур. Ой, теңелері қандай көп, дегенмен қорқынышты шығар. Тегеде жоқ, көп ұзамай космонавтарда қарапайым ұшқыштары көп болады. Ал мынау не? Бұл құс жолы. Мыналар қандай әдемі. Бұл Қызыландағы аппарат. Жантас, Жантас. Ой. Ой, жексұрын қожа, соткар, нағыздарымсың өзісің. Кезекші кім? Бүгін сабаққа келмегендер бар ма? Бүгін балалардың бәрі келді. Қадыров та келді. Аха. Сен мен біз таныс емеспіз бе? Кеше неге сабаққа келмедің? Келе алмадым. Неге келе алмадың? Диірменге бардым. Түш бала. Диірменге неме іздеп бардың? Балық аулауға. Түш бала. Оқу басталған күннен бүйтесің. Қадамың жақсы екен. Отыр. Ол үйіне де қонған жоқ. Отыр Жантас. Ой, кнопка, қожаның ісі. Қадыров, сен бе? Мен? Естеріңде болсын балалар. Егер тәртіп бұзатын болсаңдар, менен жақсылық көрмейсіңдер. Ал, Жанар, сабақ айт. Сүйемін көктем найзағаймен, саңғанда ойнап көк жүзін тіліп, ерсе бешік шартылдап кеп, кеткендей бене көк аспан сынып, сілкігендей бір айнала түгел, иықтап жаңбыр моншақ бүркеді, мөлдір тамшылар тамызып жерге күн кірпігін сүртеді. Сарқырап таудың тасқыны, орманда құстар әсем ән салып, тау менен орман қосылып бірге, табиғат тойып жатыр қар салып. Орындарына отырыңдар. Орындарына отырыңдар. Көтер. Орындарына отырыңдар. Кім бұны істеген? Айтасыңдар ма жоқ па? Жарайды онда, сабақтан кейін бәрін қаласын. Жүргізе беріңіз. Отырыңдар. Қадыров, сен неге отырмайсың? Мен едім, бақа салған. Шық класстан. Жанар, Қадыровты шақыршы. Үндемей ұқтығың келе ме? Мұның дұрыс емес. Түрің жоқ па? Бар. Онда неге демейсің? Айтатын несі бар? Байқамай қалдым. Өтірікті де байқамай айтасың, ә? Осман Рахманович, не істерімді білмеймін. Үндемейді. Үндемей ме? Әкесіне ұқсаған ғой, үндемейтін. Сіз білесіз бе, Қадиша? Бұның әкесі екеуміз дос болдық.
соғыста да бір сотта бірге болдық. Көз алдымда қатты жараланды. Ол өте еңбекқор, адал азамат еді. Бәріміз оны сол үшін қастерлейтінбіз. Сөйтіп сен қожа үндемейсің бе? Айтатының жоқ бәлде. Онда бар ағай. Оспан аға, кешіріңіздерші, бұдан былай қайталамаймын, кешіріңіздерші. Қалай? Кешіреміз бе? Жарайды, бір жолға кешірсек кешірейік. Бара бер. Менің атым Қожа повесін дайындаған үшін Бердалина Меруерт Сәбит қызы марапатталады. Және оқушылары Мұртабай Нұраділ, Тұяқбай Аружан, Сарлыбай Нұржан, Қабден Мансұр, Медебаева Замира, Махаметқұл Нұрайлым, Мағзамұлы Бейбарыс марапатталады.